Қалдарың қалай? Қалғандар қайда? Білмеймін. Үйлерің көрінбей жатыр ғой. Так, Анеля, бүгін осы апта мектептің апталығы ғой. Мен жабуым керек. Сенде 50 ғана балл тұр. 50 ғана балл. Екінші сөз өткізген жоқсың. Бүгін өткіз, соны. Қалай екінші сөзді өткізген жоқпын? Қазақстан дизайнерлер одағы туралы. Қазір мен түнде маған жіберіпті. Кіммен, Айгерім мен Аида. Бірақ екеуінікі де шалапала жасалған. Мен қазір возврат жасадым екеуіне де. Бүгін реттеп жіберіңіздер деп. Это элементарные вещи там. Қалай осы солай жазылған, көшіре салған. Ну ладно, көшірген дейік. Бірақ олай болмайды ғой. Ішінде даже арасында аударылмаған сөздер де жүрді орысшадан. Ондай болмайды ғой. Қарау керек, талабы бар. Мен ол туралы ұмытып кеттім. Қалай қазақ дизайнерлер одағы туралы ма? Қазақстан дизайнерлер одағы, иә. Сол туралы қарастырыңыздар. Сонан кейін маған бүгін сабақ уақытында жіберіңіздер сағатта. 12:50-ге дейін. Түске дейін жіберіңіздер соны. Так, сонан кейін стартап жоба туралы. Менің шығармашылық студиям деген. Әлі ешқандай еске жіберген жоқсыңдар. Мен сендерге көп нәрсе талап етіп жатқан жоқпын ғой. Ау. Қазір WhatsApp-қа жіберем. Премьер. Жіберіңіз. Мен задание сол ғана деп ойлап жүрсем. Өткен әдейлеп айттым ғой. Ой, ұмытып кеттім ол туралы. Сондықтан енді оны қойып, бағасын қойып нетпесек, сендердің бағаларың айттым ғой, жаңа төмен болып тұр. Ана қыздардікі вообще нашар төмен болып тұр. Жалпы мәлімет бар ма сенде дизайн туралы? Жоқ, ағай, мен ол тақырып туралы. Онда сен қазір соны қарап дайындала бер. Қазір кім айтсын? Аида ма? Ағай, сәлеметсіз. Саламатсың ба? Почтаны қарадың ба? Жаңа мен саған жібердім ғой. Иә. Кәт түстен қайта дұрыстап жазып жіберем. Ағай, неге саған бірінші сөздің бағасын қоймадыңыз? Ау. Бірінші сөздің бағасын не қоймадыңыз? Бірінші сөздің бағасы қойылды, ол өткен неде қойылды ол? Өткен апта. Өткен миттерінде қойылды. Өткен миттерінде қойылды ол. Кім? Анел. Бірінші сөздер. 5 балл деген ба? Жоқ. Сөздерінде айтам, алдын бірінші жіберген сөзім. Соны білесің ме, қай уақытта жібергенді? Мен сізге келесі, алдыңғы апта жібердім ғой, ол алдыңғы пятница күні. Не деп жібердің сен оны? Дизайнерлік қызмет көрсететін сайт туралы. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Қайда? Түрлерің қайда? Қазір. Сен маған почтаға жібердің дейсің ба, кім андай? Айттыңыз ғой, я көрдім деп өзім. Қазір мен білейін. Тағы да қарап. Так, Аида. Кім? Айгерім, сен почтаға жібердің ба? Ағай, қайта жіберем. Дұрыстап. Кішкентай бала емессіңдер ғой, не движение бұлар сені жасап отырған, а? Екеуің бір-бірінен көшіріп аласыңдар да?
материалды. Кім? Интернетте бар мәлімет қой. Жоқ, бар мәлімет болғанда да енді қарамайсың ба, өздерің оқымай. Реттеп жазбайсыңдар ма өз сөздеріңді? Мен сендерге айтқан жоқпын интернетте тұрған, соны алып қойыңдар деп. Ол интернетте тұр, оны оқу керек. Оны өздерінің через себя дейді ғой. Өздерінің миларының тоқығанын, сол оқығаннан тоқығандарында елебекшеп жазу керексіңдер. Оның ішінде соңында пайдаланған әдебиеттер дегенді жазуымыз керек. Ол тек қана бір-ақ жерде емес қой. Так, сондықтан қазір кім? Аида, Айгерім, қайсысын сөйлейсіңдер сол дизайнерлер одағы туралы? Соның мен сендерге әдейілеп сұрақ қойдым. Бұрынғы дизайнерлер одағының төрағасы кім болды? Басшысы, ең алғашқы құрған кім болды? Қазір кім деп. Сондай сұрақты қойдым. Айгерім, мен саған өткенде қосымша ақпаратты бердім Қамбар аға туралы. Сол кісінің хабарасып білсең болады. Ол кісі қазіргі действующий президент данной организации. Түсінікті ма? Сондықтан кім? Айгерім, қазір сенде бар мәліметіңмен айтып берші бізге. Құлақ сенде, мен қазір нені көрейік почтаны. Тыңдап тұрмыз. Анель, мен саған баға қоймаған себебім анау не? Сен оны Word-қа салмапсың ғой, сен компьютермен жібере салып қарап отырсың. Мен саламаймын никак. Неге? Ноутбук вообще қуып тұр менде. Ужасно. Енді? Сен үшін мен салып отырың бұрқын ба сонда? Енді тура соны жаздым да жібердім ғой. Давайте былай келсек. Сендер өздеріңе қатысты нәрсені өздерің істеу керексіңдер. Дұрыс па? Word-пен как положено жіберу керек. Но задание-то выполнено. Мен оны толық қабылдай алмаймын, саған айтайын. Титулын естіген болу керек, тақырыбы болу керек міндетті түрде. Бірінші министрліктің аты жазылу керек, университеттің аты жазылу керек, факультеттің аты жазылу керек, кафедраның аты жазылу керек. Потом барып сөздің жазылу керек. Ол өз сондай талабы. Енді ол шығарған кезде. Оны мен емес шығарған. Ол министрліктің сол арнайы бөлінген талабы. Ол және ол мен ойлаймын дұрыс деп. Себебі сендер сияқты қаншама студенттер бар ғой, оқып жатқан. Бәріне талап бірдей. Біз ол талапты орындауға міндеттіміз. Себебі біз заң аясында жұмыс жасап отқаннан кейін біз ол талаптарын орындауға тиістіміз. Сондықтан Word-қа салып, дұрыстап маған жіберіңіз. Онан кейін тиісті бағымызды қояйық. Сендегі ол алдында кім? Анель, ол сенің бірінші сөзің емес, бірінші сөзің сен алдында өткен неде жібергенсің. Бұл екіншісі сен жіберіп отырғаның. Дизайн туралы, Қазақстан дизайнерлері туралы. Сондықтан соны реттеп маған қайтадан жіберіңіз. Тиісті балды қояйық. Кім? Айгерім. Сенде қазір 25-ақ балл тұр. 15-ақ тұр даже. 15-ақ балл тұр. Өзің көрген шығарсың? Көрдің ба? Иә. Кім? Аида, сенде 25 қана тұр. Давайте осы бір-бірімізді сыйласып жүргеннен кейін ары қарай сыйласып қалайық. Тем более 5-ші курстасыңдар. Қазір мені жынын ұстап осы минусовать ететін болсам болды сендер. Диплом жоқ. Элементарный нәрсе ғой, мен сендер артық нәрсені сұрап отырған жоқпын.
Мынау сабаққа қатысты тиісті нәрсені ғана талап етіп отыр менсіңдер. Болды. Ал мен өз жеке бір кейбіреулер сияқтымын, жеке бір нәрсені істеп беріңдер, сөйтіңдер, бүйтіңдер деп жатсам, онда сендер айтсаңдар болушы еді. Сіз артық нәрсені сұрап отырсыз, анау деп. Құдай сақтасын, мен тек қана сабаққа ғана қатысты нәрсені сендерден талап етіп отырмын. Осы пәнге қатысты. Так, анау жобаларыңыз қайда? Оны да көрсеткен жоқсыздар. Стартап жоба. Ау? WhatsApp-қа жібердім. WhatsApp-қа жібердім дейсіз ба? Қазір көрейік. Так. Не жібердіңіз WhatsApp-қа? Осы ма? Сол видео. Так, мынау жалпы студияның моделі, да? Енді түсіндіріп айтсаңыз, мына жерде не бар? Столдар тұрған жерде маникюрный стол, дивандар тұрған жерде педикюрный жер. Мынау ресепшн, анау диван, зал, место ожидания. На холодильник, стол тұрған жер, ол мастерлардың тамақ ішетін жерлері. И раздевал. Ана комната басқа процедураларға арналған жер. Так, мынау не бөлмеден, мынау бер жағында қай жағынан кіреді? Кіретін жағы қай жағынан? Ең басында видеоны айналдырыңызшы. Мына жақтан кіре ма? Кіресің, мынау ресепшн ба? Жоқ, ол тамақ ішетін жер. Тамақ ішетін. Так. Мынаған кірдің. Мына диван. Диван жанында жазылады, да? Тіркейсіңдер, солай ма? Иә. Так. Мына диван, мына жерде тіркеу жүргізесіңдер. Мына жерде әрқайсы жеке-жеке клиентпен жұмыс жасайды сонда. Дұрыс па мына жерде? Мына жерде не істейді? Тұрсам. Педикюрная зона дейді ғой. Сондай бар, е? Мына жерде, да? Так. Мынау не? Қандай бөлме мынау? Туалет. Туалет, так. Мынау? Ол басқа зонаға арналған, там, наращивание ресниц, туда-сюда. Так, мына жақта? Ол дала ма? Ол, е, дала, ол керек емес еттір. Керек емес дейсің ба? Так. Одан кіргенде тамақ ішетін жер екен ғой, да? Так, мынау нелер? Полкалар ма? Инструменттер тұратын жерлер. Инструменттер. Так, мына жерде диванымыз тұр. Санузел. Так, бұл қандай программа жасадың сен? Бұны почтаға жібересің ба, жақсы сапада? Жоқ, жібермейді. Неге? Только бұл. Неге олай? Ол компьютерде жасалмаған. Компьютер жасалмады? Компьютерде жасалған. Енді соткада жасадың ба? Иә. Смартфонда? Осы смартфон жасаған жерінен жібере алмайсың ба не? Почтаға? Почтада видео көрсете ма, разве? Ау? Почтада видео көрсете ма, разве? Жоқ, сен сақтап жібермейсің мен. MP4 ме қайсы форматта? Сол форматта сақтап жіберсең, неге көрсетілмейді? Көрсетіледі. Мынау мен просто сен қазір WhatsApp-пен жіберсең, WhatsApp-та сығып тастайды да, сапасы жоғалып кетеді. Соның айтып отырғаным ғой. Иә, егер мүмкіншілік болса, соны неге жіберсең,
Бұл өте жоғары баға қоюға болады бұған. Себебі былайша айтқанда дайын тұрған нәрсе, кез келгенде мысалы үшін оны презентация жасап көрсетуге болатын дүние. Бірақ оны мүмкіншілік болса, сен жаңа файлының бас жағына жазсаң болады, мысалы үшін. Менің шығармашылық студиям деп, өзінің аты жөнін жазып қойсаң, біз сенеміз сондай сенікі екендігіне. Қазір енді ойлауым, менің мысалы жарайды сеніп отырмын. Басқа біреу ойлауы мүмкін, бір дайын біреудікін алып көрсетіп отыр. Сондай болмас үшін жаңағы файлдың басына я болмаса соңына жаз. Анель Насипова осындай бесінші курс дизайн деп келістік қой. Сонда сенікі болып шығады. Соответственно, балыңды аласың. Так, Айгерім. Айда. Аха, ал Айдың. WhatsAppқа жібердім. Ау. WhatsAppқа жібердім. Так, көрейік қазір. Так, бұл жерде не бар? Бұл однокомнатная квартира. Қазір көрсетесіз бе? Қазір. Мынау жүктеліп алсын. Так, жүктеліп бітті ғой. Так, бұл не нәрсенді? Басынан бастайық. Айгерім. Бұл ағай однокомнатная квартира. Мен бұның стеналарын көтеріп шықтым. Спальныйды жасадым. Енді кухняны көтеріп қалды. Однокомнатная дегенде неге арналған? Бұл жерде қандай қызмет атқарасың? Қандай шығармашылықтың қандай түрімен айналысасың бұл жерде? Мынау не мысалы үшін? Не тұрған? Қазір ойбыз. Мынау сен қай программада істеп отырсың? AutoCAD-та ма? Қайсында мынау? Неге? 3D Max-та? 3D Max-та. Так. Ана кісі саған бөгет жасап отыр екен ғой, да? Айда, сенікі бар ма? Жібердім ғой тоже ағай. Жібердің ба? Қазір көрейік онда сенікі, пока Айгерім занят болып жатыр. Так, қазір. Осы ма сенікі? Көріп тұрған жоқпын ағай. Қазір. Осы ма? Иә, группаға жібердім ғой. Иә. Бұл жерде не бар? Бұл кухня студия ғой. Айгерім, сен микрофонды өшіре тұршы, оны балаңы реттеп алғанша. Айда, айта бер. Не дейсің? Не бар мұнда? Кухня студия ғой, кухня студия. Мен анада таңдап едім ғой, сол ғой. Аха, кухня студия дейсің ба? Так, не қаптаған шкафтар ма, нелер тұр мұн жерде? Бұл жерде не, бәлшіп пісіресің ба, торт пісіресің ба, неге арналған бұл? Мен көрсете салшы.
Иә, сөйтіп көрсетсеші. Смотри. Қазір, Мына жерде телевизор тұратын полкасымен ғой мынау. қазір, бір минут. Айта бер. Міне мынау стеналары, үйдің қабырғалары. Квартира ғой, кухня, студия, бірақ комната. Пол, как положено, и стенкаларын жасадым. Как положено. Бояп. Паркет па, не ма? Ламинат па? Линолеум Ламинат. па? Так. Ламинатты жейді так, ағай. Есігі қайда, тесігі қайда дегендей. Қай жақтан кіремін? Мынау терезесі ғой, штор, терезе. Есігі қай жақта? Төбесін секіріп кіреміз ба? Есігі бар ғой, как? Мына кіретін есігі. Осыдан басқа көрсетсейші, атак Анель екеуміз шок болып отырмыз да. Вообще нормально. Мына жер не ғой? Просто бір қолмен ыңғайсыз көрсету. Бір қолмен? Екі қолмен көрсету. Бір қолмен телефон ұстап тұрмын ғой. Енді телефон тірек қойсашы бір жерге. Так, полный студияны көрсет. Динатын бөлмесі. Ага. Мына жер кухня уже болады ғой. Кухня, мына жер тамақ ішетін жері. Стенканың орнына мынандай полкамен бөлінген ғой. О жерге не қоясың о жерге? Полкаларға не қоясың жаңағы? Сөрелерге. Ну, кітап. Что можно? Тамақ дайындау туралы кітаптар да? Пособиялар. Сен сөйтіп сөйлесеші, бұл енді сенің студияң ретінде біз қабылдап жатырмыз ғой бұны. Ана кісіне помощник жанында. Келіп алыпсыз. Мынау не? Газ плита ма? Электроплита ма? Газ плита, несі, раковинасы, холодильник бәрі, короче. Так. Бұл да бір бөлме да, получается, да? Бір жағында жұмыс жасайсың, бір жағында тамақ пісіресің, сондай ма? Иә. Так, и ана жерде анау демалатын жері бар да? Диван тұр. Иә. Анау не? Кілем ба? Кілем, да? Иә, кілем. И ана жерде ванналар. Анау санузел, иә? Аха. Міне есігі. Анау қара болып тұрған әлі толық бітпеген ғой, да? Мына жер ма? Кафель төселген жоқ. Стенасына ғана кафель төселген. Гардероб. Ақша жетпей қалды дейсің ғой. Кафельге қалжың бар енді. Так. Жақсы. Так, Аида, саған да бұл файлдың бас жағына аты жөнін жазу керексің. Болмаса сол прямо проекттің жанына жазыңдар. Аида Алпысбаева, 5-ші курс, осындай, и ненің студияның атын жаз, шығармашылық студияның. Жаңағы не? Асхана, шығармашылық асхана дейсің ба, творческая кухня дегендер бар, орыстар жасайтын. Әртүрлі. Енді сен енді шығармашылық асхана дейсің ба, бірдеңе деп атады. Соның жанына жазып, соның кейін файлды маған жіберіңіз. Келістік қой. Ағай, сізде мен 3D Max-ты несімен, программасымен жеткен сізде көтерем ма ол? 3D Max ашыла ма? Жоқ, менде ондай ашылмайды ғой. Сендер лучше дайындап жіберсеңіздер, дайын программаны жіберсеңдер, соны мен қойып қоям. Соның кейін кез келген проверяющийларға міне деп бастан ұрып көрсете саламыз. Осылай видеоға беруге болады ғой? Ау. Осылай видеоға түсіру керек қой, по-другому никак. Енді өздерің көресіңдер. Онда телефонды
Былай емес, былайынан аласыңдар да, көлденеңнен сөйтіп түсіріп шығасыңдар. Дима, экранна лучше сделать надо. Енді Жақсы ғой. Анель біліп тұрсаң енді істесейші соны енді. Жасадым ғой, сізге қалай жібердім? Ойбай. Жаз анан несін оформить етіп жазып жер дұрыстап. Так, Керім қыз қайда? Айгерім. Неге анау дырт деп атқан? Ал енді айта бер. Айта бер. Жобаңды түсіндіріп берсең. Мен қосайын ба? Иә, менікін былай қоспасаңыз, менде жоқ ноутбук. Қазір. Так, айта бер. Өйтіп алайық. Мынау футбольный поле ма, неме нәрсе мынау? Жоқ, тоже Айда сияқты кухонный не ғой, студия ғой. Бірақ мен несін жасап үлгермедім әлі. Мен обойларын қойып шықтым. Несін жасадым, спальня жасадым. Стенасын көтердім. Так. Өзің көтердің да? Туалет пен кухня қалған. Иә. Так. Бұл жерде қандай тамақтар пісіресіңдер сонда? Торт жасаймын. Торт жасаймын. Тәттілер ма? Тәтті тоқаш деген студия бола ма? Иә. Мына жерде, мынау не, экран ба, не нәрсені қап-қара болып тұрған? Бұл әлі толық бітпегендер ма? Бітпеді, ой, жантел. Иә, бітпеді. Мынау не, да? Так, кухняның. Ол тұр. Оны сен бұны бітір. Иә, бұны бітір, соң бұны да жібер маған анда. Естік қосың жаңағындай аты жөндерін жазып, аты жөндерін жазыңдар да, сонан кейін нені жазып, жаңағы жобалардың атын жазып, файлды маған жіберіңіздер. Келістік па? Так, онда бүгін сіздер түске дейін маған осы бар материалдарын жіберіңдер. Ағай, давайте ертең. Бүгін үлгермейміз никак. Ертең жабылып қалса, соны жылайсыңдар ғой, автоматпен жабылып қалса, сендер не зачет болып кетіңдер. Ертең сенбі ма? Ертең түске дейін болатын шығар онда? Онда ертең түске дейін болатын шығар. Жіберіңдер онда. Бүгін қалай үлгересіңдер, жібере беріңдер, иә? Мен максимально онда ертең түске дейін күтем. Себебі сендердің осы 5-ші сыныпқа келіп недочет болып қалғандарын мен қаламаймын. Сондықтан дұрыс түсініп, максимально старайтесь. Келістік қой? Шетінен жұмыстарын жібере беріңдер. Жақсы сонда.